Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге Түркияның дипломы халықаралық па? Жалпы бұл дипломмен бірге шетелде жұмыс істеуіме болады ма? Болмаса оқуымды ары қарай жалғастыра аламын ба? Яғни магистратура, болмаса докторантура деген секілді. Болмаса Қазақстанға қайтып мемлекеттік қызметкер, болмаса жекеменшік компанияларда жұмыс істей аламын ба? Европа, болмаса ақш, болмаса Азия мемлекеттерінде жұмысқа тұруға мүмкіндік қаншалықты бар деген секілді тақырыптарды қарастыратын боламыз. Видеоның соңына дейін көріңіз, себебі сізге алдағы уақытта пайдалы болуы мүмкін. Сіз Түркияда оқуды жоспарлап жүруіңіз мүмкін. Сосын оқып жүрсеңіз, керекті ақпаратты аласыз деген ойдамын. Жалпы қолымда менде екі диплом бар. Біреуі 950 университетінің дипломы, яғни Измир қаласында орналасқан мемлекеттік универдің дипломы. Екінші диплом бізде Йылдыз техник университетінің дипломы, бұл Стамбул қаласында орналасқан мемлекеттік университеттің магистратура дипломы. Жалпы енді бұл дипломдар бізге осы шетелде ары қарай оқуымызды жалғастыруға, болмаса жұмыс істеуіміз үшін не істеуіміз керек деген секілді тақырыптарды қарастырамыз. Түркияның дипломы халықаралық болып мойындала ма деген сұраққа жауап іздейміз. Яғни жалпы Түркияның көптеген университеттер халықаралық деңгейге мойындалған, себебі Түркияның білім жүйесі еуропалық системамен үйретеді. Яғни Еуропаның көптеген мемлекеттері дипломды қабылдайды. Бірақ кейбір мемлекеттердің өздерінің шарттары бар. Сол шарттарға сәйкес құжаттарды жинап, болмаса емтихандар болуы мүмкін, сол емтиханға дайындалып барып жұмысқа, болмаса оқуға тапсыруға болады. Түркияның дипломымен енді шетелде жұмыс істеуге бола ма деген сұрақты қарастырайық. Жалпы шетелге жұмысқа тұру үшін әрбір мемлекеттің өзінің шарты бар, айтып кеткендей. Ол болуы мүмкін тек қана құжаттармен шектелген болуы мүмкін, болмаса емтихандар болуы мүмкін. Мен өзім айналымдағы тәжірибеге қарай сіздерге осы Измир қаласында медицина факультетін бітірген қызымыз диплом алады. Диплом алғаннан кейін Стамбулда больницада 1-2 жыл жұмыс істеп, қазіргі таңда Германияда сол дипломмен больницада жұмыс істеп жатыр. Яғни бұл дегеніміз, ол бірден сол жерде дипломмен түсіп кеткен жоқ, өзінің сол мемлекетке арналған документтер, құжаттарын жинады, одан кейін неміс тілін үйренді, B2 деңгейіне дейін деген секілді. Сонымен құжаттардың бәрін денкілік сертификат деген бар. Денкілік дегеніміз сертификат эквивалентности деп аталады. Осы жерде оқыған сабағымен Германияда оқыған сабақ бірге үйлесімді ма деген соны дәлелдейтін құжат. Оны көбінесе посольство немесе консульстводан алатын құжаттардың бірі болып табылады. Енді дәл осы секілді архитектура болсын, инженерия болсын, осы салаға шетелге жұмысқа тұратын болсаңыз, сол мемлекетте сізде мүмкін емтихан сұрауы мүмкін, болмаса қосымша құжаттар сұралуы мүмкін. Осыған мән бересіз. Ал жалпы IT болсын, болмаса бизнес, экономика саласы болсын, олар мүмкін тәжірибеге қарайды. Сол себепті әрбір мемлекеттің өзінің шарттарына қарай қарастырасыз. Енді Түркия диплом алғаннан кейін оқуымды ары қарай шетелде жалғастыра аламын ба? Яғни магистратура болсын, докторантура болсын, сіздің шетелде оқығыңыз келетін болса, Түркияның дипломы көп мемлекеттерде жарамды болып табылады, оқуыңызды ары қарай жалғастырасыз. Бірақ айтып кеткенде өздерінің шарттарына қарайсыз. Ол жерде мысалы ақш болмаса Канадаға тапсыратын болсаңыз, сіздің GPA орташа балыңызға қарайды. Одан кейін бар мотивациялық хат, болмаса TOEFL, IELTS ағылшын деңгейіңізге қарайды, одан кейін барып қабылдауы мүмкін. Ал Еуропада сіз қаласаңыз магистратура болмаса бакалавр оқып жүрген кезде сол жаққа барып обмен студентовпен 1 жыл болмаса 6 ай оқып келуге мүмкіндік ұсынады. Сол себепті Еуропаға бірден оқуға қабылданатын болсаңыз, тек қана GPA мен болмаса қосымша IELTS сертификаттар сұралуы мүмкін. Ал Қазақстанда сіз бірден дипломды не істейсіз, оқуды ары қарай жалғастырамын дейтін болсаңыз, дипломда нострификация жасайсыз. Яғни Қазақстан білім министерство тарапынан мойындатылған құжат болып табылады. Ол үшін не істейсіз? Бірінші сіз осы Түркиядағы алған дипломды апостиль жасатасыз. Апостиль дегеніміз, яғни сонда жасалатын нәрсе тегін беріледі. Бұлай апостиль деп сізге, сіздің транскриптіңізге жабыстырып береді, плюс дипломыңызға да береді. Апостиль, бұны қаймақамлық деген орталықтан ала аласыз. Болмаса валилік деген
болады. Сол жерден алуға да мүмкіндік бар. Әр қала енді Түркияда өздерінің ережелеріне қарай алып, оны Қазақстанға барып соңға өткізесіз. Өзіңіздің копиясы, бана форм толтырасыз сол жерде. Соған байланысты әр жылы осылай тапсырып, осы ары қарай жұмыс болмаса оқуды жалғастыра аласыз. Енді мен өзім айналамдағы достарым көбінесе осы дипломдарын осы Түркиядағы после жасатып, Қазақстанға барып соңға өткізіп нострификация жасатады. Ол кем дегенде 1 мен 3 ай аралығында министерстводан кері жауап келеді. Одан кейін сіз қаласаңыз мемлекеттік университеттерде жұмыс істей аласыз, болмаса мемлекеттік қызметтерде жұмыс істей аласыз, болмаса оқуыңызды ары қарай докторантура, болмаса магистратура жалғастыруға болады. Достар, қорытындылай келе, сіздің Түркиядан алған дипломыңыз халықаралық деңгейде мойындалады, және де әрбір мемлекетке жұмыс істеуге, болмаса оқуға баратын болсаңыз, әрбір мемлекеттің шартына қарай құжаттарыңызды жинастырып өткізесіз. Яғни сіз егерде Еуропаға баратын болсаңыз, денклік деген секілді құжат дайындайтын болсаңыз, Қазақстанға барғанда нострификациядан өту керек боласыз. Осымен сізге видеоларым пайдалы болды деп ойлаймын. Қосымша сұрақтарыңыз болса, комментарий жазып кетіңіз. Сізге пайдалы болуға тырысамын, сұрақтарыңызға жауап беремін. Келесі пайдалы видеода көріскенше. Бай-бай.